Мен 3 баланың ортаншысымын. Үлкен ағам, менен кейін сіңілім бар. Бірақ бұл өмірде бізден бұрын қиналған менің анам. Ол бізді өмірге әкелгенімен, өзі сол өмірде бақыт көрмеген жан. Анамның жастық шағы сурет сияқты көз алдымда. Әппақ, нұрлы жүзі, күлімдеген көздері. Ақтөбелік нағашыларымыздың арасында өскен, ерке, сұлу қыз болған екен. Алайда тағдыр оны біздің әкемізбен жолықтырды. Әкем ауылдың қараторы, өте қатал, ашушаң адамы. Тазалықты шектен тыс жақсы көреді. Ал бірдеңе көңіліне жақпай қалса, қамшысын ала жүгіреді. Бала күнімде талай мәрте анамның соққыға жығылғанын көрдім. Біресе есіктің алдында, біресе аулада. Не үшін деп сұрасаң, себебі жоқ. Тек қызғаныш. Ақылға сыймайтын, себепсіз, қатыгез қызғаныш. Анам бір кездері сүйген адамымен қосылды. Бірақ сол сезімнің орнын қорқыныш пен күнде жылау басып кетті. Қазір анамды көрсеңіз, бұрынғы аппақ жүзі күнге күйіп кеткен, бетінде әжім, шашында ақ көп. Сұлу келіншектің орнында кемпірге айналған әйел. Кейде қарап отырып жүрегім ауырады. Біз үшін бәріне төзіп келген жан ғой. Бірақ мен енді түсіндім. Санасыз еркек әйелін жүндей тұтып, өмірін жалмаған сайын бір баланың жүрегінде жазылмас жара қалады екен. Сол жара менімен бірге өсіп кетті. Ағам ер жетті, мен бой жеттім. Біздің үйде уақыт өтсе де бір нәрсе өзгермеді. Әкемнің қабағы мен ашуы. Байғұс ағам жуас болатын. Мектеп бітіріп, бозбала атанса да әкемнің алдында баладай именіп жүретін. Кейде малды дұрыс шаймадың, қораны дұрыс тазаламадың деп ашуға булығып ағамды аямай сабайтын әкем. Сол сәттерде үйдің іші тып-тыныш болып қалатын. Біз анам, сіңілім үшеуміз бұрышта үнсіз отыратынбыз. Әкемнің қатал мінезіне ешкім қарсы келе алмайтын. Сөйтіп, жүрегімізде қорқынышпен бірге жек көруде ұялады. Мен де 11-ші сыныпта аяқтадым. Әрбір қыз баланың арманы мектеп бітіру кеші. Сыныптастарым мәз-мейрам, көйлек тіктіріп, кешке дайындалып жүр. Ал менің дайындығым жоқ. Кеш жақындап қалды. Үйіміздің 2 үй әр жағында сыныптасым тұратын. Барлығы сол үйге жиналатын болып келісті. Сынып жетекшіміз де болады. Арнайы бақылап отырады деді. Қыздар мені үгіттеп әлек. Назерке, келсеңші, қасымызда бол. Көрші үй ғой, 10 минуттық жер, болмаса өзіміз алып кетеміз. Қыздардың қуанышты жүздерінен қарап, іштей жаным өзіме ашыды. Мен де сол кеште болғым келді. Балалықпен соңғы рет мәз болып сыныптастарыммен қоштасқым келді. Бірақ менде таңдау бар ма? Анама жайлап айттым. Апа, көрші үйге барып келсем бола ма? Сыныптастар жиналып жатыр екен. Анамның жүзі сол сәтте өзгеріп, қайдағы кеш? Үйде отыр, тыныш қана, әкең естісе бәрімізді қырады. Көзіме еріксіз жас толды. Көрші үйдегі кешке бара алмайтыным жүрегімді ауыртты. Сол сәтте ағамның иығында әкемнің қолы із қалдырғаны есіме түсіп, өзіме де сондай тағдыр бұйыра ма деп қорықтым. Бірақ жүрегімдегі үн қояр емес. Бұл менің балалықтың соңғы кеші еді. Кеш басталатын күні әкем жылқы іздеуге шығамыз деп ағам екеуі кетіп қалды. Іштей қатты қуандым. Себебі жылқы жоғалса түн ортасында, кейде таңға жуық бірақ оралатын. Ал мен көрші үйде өтетін сыныптастар кешіне 12-ге дейін барып қайтуға мүмкіндік бар деп үміттендім. Анам барма дегенімен көңілім мені сол жерге жетектеді. Бұл соңғы кеш еді. Мектеппен, сыныппен қоштасу. Алайда барған соң қатты өкініп қалдым. Қалған қыздар ерекше көйлекте боянып сыланып әдемі болып келген. Ал менде қарапайым көйлек, тіпті бетімді де бояған жоқпын. Мейлі, боянбасам да
Көйлек әдемі кимесем де бір сергіп қайтайын деп өзімді жұбатып, шай ішіліп, сыртта әуен ойналғанда басқа қыздармен бірге билей бастадым. Кенеттен ат тұяғы дүбірлеп әкем көрінді. Қолында қамшысы бар. «Әй, қыз, жын ойнақтың ортасында не істеп жүрсің, қайт үйге!» деп айқай салды. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қатты қорықтым. Сөйлемек түгілі аяқ қолым дірілдеп сол жерде бұтыма жіберіп, яғни кіші дәретке отырып қойдым. Әкемнен қорыққаным соншалық өзімді ұстай алмай қалдым. Сыныптастарым көріп қойды. Сол бір кеште сиып қойғанымды неше жыл өтсе де қалжың етіп айтып жүрді. Көйлектегі ылғалды бәрі байқады. Әкем болса сынып жетекшіме де бас салды. «Мұғалімсің бе не қылғаның? Жын ойнақтың басы өзің екенсің ғой. Балық басынан шірейді деген осы». Қамшының ашуы арқамды осып жіберді. Ол сәт мен үшін тек бір түн емес, бүкіл жақсылықтың дағындай көрінген сәті болды. Әкемнен сол күні оңбай таяқ жедім. Бірақ маған енді бәрібір еді. Өмірдің өзі қызықсыз. Анамдай сұлулығым болса да, тіршіліктің еш мәні жоқтай сезілетін. Не оқуға бармадым, не сыртқа шықпадым. Үнемі үйде қамалып, үй күшік болып жүрдім. Арада бір жыл өтті. Үлкен ағамның жасы 25-тен асып кеткен. Үйге жеңешелерім келсе болды. «Ай, қайным, қашан келін әкелесің? Қыздармен таныстырып қояйын ба?» деп қалжыңдайтын. Байғұс ағам ол сөздерге ұялып, күліп қана қоятын. Ішінде не бар екенін ешкім білмейді. Көп ұзамай ешкімге тіс жарып ештеңе айтпастан ағам бір әйелді келін етіп үйге алып келді. Сөйтсек, ол туыс жеңгеміздің күйеуден қайтқан жесір қалған сіңлісі екен. Ағамның өзі ұнатыпты. Малға барамын деп әкемнен жасырып, ол сол әйелімен кездесіп жүрген сияқты. Үшінші кездесуден кейін әйелдің келісімін алып қашыпты. Әкем келген келіннің тарихын білген бойда ағама: «Кім саған біреудің жесіріне үйлен деді? Құрт мұны албасты қатынды!» деп ұрса жөнелді. Ағам алғаш рет әкеме дауыс көтеріп: «Мен осы қызға үйленемін, ешқайда апармаймын» деп еді. Әкем ашуланып 25-тен асқан ағамды әбден сабады. Туыстарымыз араша түссе де ешкімді тыңдамады. Ақыры әкемнің ашуын көрген келін сол бойы орамалын тастап үйден қашты. Ағамның жанын күйік жеді. Үнсіз күресіп, үнсіз кетіп қалды бұл өмірден. Өз-өзіне қол жұмсап, жаны тыныштық іздеді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Елдің бәрі әкемді кінәлады. Өз баласын өлімге итерген тас жүрек деп сыртынан емес, бетіне де айтқандар табылды. Ол үндемейтін. Ал анам болса, ешкімге көрсетпей, үнсіз жылап, өмірін жалғастырып жатты. Өмір бойы таяқ жеп жүріп, бәрін кешіріп келді. Балаларын жетім қылмаймын деді ме, әлде қорқыныш жеңіп кетті ме, кетіп қалмады. Сол шешім ағамның өмірін жалмады. Мүмкін, сол кезде кетсе бәрі басқаша болар ма еді. Ағамның бетін жапқанда бүкіл үй күңіреніп кетті. Көптен көрмеген туыстар келді. Солардың ішінде әкемнің туған қарындасы да болды. Көз жасын тыя алмай бізге қарап еңіреп тұр. Ол әкемнің қандай екенін жақсы білетін. Әкемнің қарындасы да бір кездері қашып кеткен. Ата-анасы марқұм болған. Содан менің әкем тәрбиелеп өсірген. Қарындасы үйден кетіп қалған үшін осы күнге дейін әкем араласпай кетіпті. Бір кезде адам аяғы басылған соң әлгі әпкем мені оңаша бөлмеге шақырды. «Менімен жүр. Бұл жерден қаш. Құжаттарыңды ал. Қазір такси келеді. Ешкімге айтпа. Әйтпесе әкең сені де өлтіріп тынады. Сенің де өміріңді қорғылады», деді. Шынымен де, ағам кеткелі мен де өзіме қол салып өлгім келіп жүр. Амалсыз анамның жанында сүйретіліп жүрген едім. Әпкемнің сөзінен кейін көзімнен жас ыршып кетті. Үнсіз басымды изеп келістім.
Бөлмемнің бір бұрышында отырып, дірілдеген қолдарыммен бір жапырақ қағазға 2 ауыз сөзді әрең түсірдім. Мені іздемеңдер, енді қайтып келмеймін. Осыны жазып болған соң құжаттарымды жұқа салафанға мұқият орап, киімімнің ішіне жасырып алдым. Үй ішіндегі абыр-сабырды пайдаланып, әпкеммен бірге үн-түнсіз қашып кеттім. Жол бойы көліктің терезесінен сыртқа көз тастап үнсіз жыладым. Қайран жүрегім. Бір жақтан бостандықтың лебін сезініп қуансам, екінші жағынан ағамның өмірден қызық көрмей тым ерте кеткені жүрегімді қасайырды. Іштей бәріне әкемді кінәладым. Көрсоқыр, ештеңені аңғармайтын бейшара әке. Анам ше? Өз балапандарын қорғай алмаған, көлеңкеде өмір сүрген бейкүнә анам, оған да ызам келді. Мен өз-өзіме баяғыда-ақ уәде бергенмін, анамның тағдырын қайталамаймын деп. Алайда тағдыр мені мазақ еткендей, дәл сол жолға итермелеп келе жатқанын сезбедім бе? Алланың маған дәл осындай өмірді дайындап қойғанын білсемші. Әпкем үйіне әкелді. Күйеуінен ажырасып кеткен екен. Балалары бар. Ең үлкені менен 5 жасқа кіші ер бала. Анасының қорғаны, бауырларына қамқор. Әпкем тойханада повар. Мені сол қасына алды. Бірақ администратор жас қыз деп даяшы етті. Сол жерде жұмыс жасап, ақша жинап жүрдім. Өзім қатарлы қыз жігіттермен араласып жүріп, Әділ есімді өте қарапайым, сабырлы, қара торы жігітке ғашық болдым. Ол да маған ғашық болды. Бір-бірімізді қатты сүйдік. Әділ колледжде оқиды. Біздер 1 жыл бойы ғашықтар болып жүрдік. Бәрі қызығушылықпен қарайтын еді. Алайда бұл сезіміміз ұзаққа созылмады. Бір күнде өзгерді. Күнделікті той. Бірақ бүгінгі той ерекше болуы керек деп бастықтар жүгіріп жүрді. Сол қаланың рекетерінің қарындасының тойы екен. Бірдеңе дұрыс болмаса, барлығымыздың басымыз бәлеге қалады. Сол үшін зыр жүгіріп жүрміз. Жанталасып стол дайындадық. Әттең, бұл той менің де өмірімді өзгертетін білсем, бәлкім сол күні тойға шықпас едім. Негізі демалатын күнім. Алайда бір даяшы ауырып қалып, мені орнына шығарды. Той әлі басталмаған. Дайындық қызу. Бір кезде есік ашылып, алдын ала ескерткен бопсалаушы келді. Қасында спортпен айналысқаны түрінен ақ білініп тұрған қара костюм шалбар киген денелі, суық жүзді жігіттер. Қимылдары да, жүрістері де бірден үрей алатады. Ал бастықтары ол жас көрінеді. Бірақ оның да жүзіне қарап оңай адам емес екенін сезесің. Бұзық екені көрініп тұр. Өзіне тым сенімді. Жанарын ешкімнен тайдырмайды. Ол ішке кіріп үстел үстіне салфетка жайып қыздармен әзілдесіп күліп тұрған мені байқап қалды. Мен де олар жаққа еріксіз қарай беріппін. Кинодан талай көргенім бар, ал шынайы өмірде алғаш рет ондай адамдарды көруім. Бір түрлі таңырқап, әлгі бастығына көзімді алмай қарап қалғанымды кеш байқадым. Ол жымиып маған тіке қарады да: «Охо, мынадай сұлу даяшы бар тойханада той керемет өтпей қайтсын», деді қулана күліп. Оның сөздерінен қызарған бетімді жасырғым келіп, басымды төмен салдым. Ішімде бір толқыған сезім, қорқыныш пен қызығушылық араласқан. Ол болса залды аралап, әрбіршті мұқият қарап жүр. Администратор жанында жүгіріп бәрін түсіндіріп жатыр. Бірақ мен анық сездім. Әлгі бопсалаушы назары менде. Көзқарасы маған қадалып тұрып алғандай. Той қызып жатқан. Әсем әуен, қуанышты күлкі, бірінен соң бірі айтылған ақ жарма тілектер. Сол сәтте залдағылардың назары ортаға шыққан бір келіншекке ауды. Бұл әлгі бастық сымақтың әйелі екен.
Ол аға жеңгесі атанып құттықтау сөзін айтып жатты. Ішім біртүрлі құлазып кетті. Әйелі бар болса да, әлгі кісінің назары той біткенше менде болды. Қысыла бердім. Көз қарасы суық, әрі денеңді қарып өтетіндей. Бір кезде мені жақынырақ шақырып, жылы жымиып, қызмет көрсеткеніңе рахмет, енді осы столға сен қызмет етші деді. Не дерімді білмедім. Қарасам, администратор даяшы қызды ауыстырып мені сол жаққа қойыпты. Сол күні әділ жұмысқа шықпаған. Екеуміз демалып, қаланы аралаймыз деп келіскен едік. Алайда бәрі басқаша болды. Той аяқталғанда әлгі кісі жаныма таяп, «Мә, сен шын мықты екенсің, тәнті болдым», деп бір бума ақша ұсынды. «Рахмет, бірақ бұл менің міндетім ғой», деп ақшаны алмай бұрылып кеттім. Ол жай ғана жымиып, құлағыма сыбырлады. «Ертең сен жұмыстан боссың, екеуміз серуендейміз. Мен сен үшін ең қымбат сыйлық дайындадым. Үйіңнің алдына келіп алып кетем», деді. Денем дір ете қалды. Ішімді әлдене түртіп өткендей. «Сіз не айтып тұрсыз?» дедім шошынып. Бірақ ол мені естімегендей жай ғана бұрылып артына қарайламай кете барды. Жүрегім дүрсілдеп бір сәтке бәрі күңіреніп кеткендей болды. Қарапайым күннің астан-кестеңі шыққанына өзім де түсінбей қалдым. Түні бойы әлгі бопсалаушыны түсімде көріп, қорқыныштан шошып ояндым. Таң ата көзімді әрең ашып, өз-өзімді жұбата бастадым. Ол менің тұратын жерімді қайдан білсін? Жай қорқытқаны болар. Өзімді сабырға шақырып, шайымды ішіп алдым да, қайта көзілдім. Негізі бүгін маған кешегі демалысымның орнына тынығуға рұқсат берілген. Үйде жалғызбын. Әпкем жұмыста, кішкентайлар балабақшада, үлкендері үйірмеде. Кешкі 6 шамасында әрең оянып, душқа түсіп, үйге киетін жеңіл көйлек киіп, есік алдындағы шағын дүкенге шықтым. Жай ғана сусын мен тіске басар бірдеңе алғым келген. Бірақ дүкеннен шыққаным сол еді, төбемнен жай түскендей болды. Қарсы алдымда әлгі еркек тұр. Қолында үлкен гүл шоғы. Ар жағында қара түсті қымбат көлік. «О, сұлуым, боянып та үлгермепсің. Сонда да көріктісің», деді ол өзімсіне. «Мен сені көруге келдім. Кеттік, бірге серуендеп қайтайық». Тұла бойы мұздап кетті. Таңданыс пен үрей бойымды кезек биледі. «Жоқ, ешқайда бармаймын», дедім тік қарап. «Бұл қалай болғаны? Сіз үлкен адамсыз, ал мен жас қызбын. Ұялмайсыз ба?» Сөздерім әлгі адамның ашуын тудырды. Қолындағы гүл шоғын лақтырып жіберді. «Ертең, дәл осы уақытта осында кел. Егер келмесең, сүйген жігітіңді жазалаймын. Аты Әділ, солай ма?» деп жүзін суытып теріс бұрылып жүріп кетті. Сол сәтте шынымен қорқа бастадым. Бұрын жай сөз шығар дегенім енді расқа айнала бастағандай. Оның айтқаны нақты, ниеті шын екені анық еді. Сол түні көз іле алмадым. Төрт қабырғаның іші тарылып, әр сәт сайын терезе жаққа жалтақтап отырдым. Есік кілттеулі. Қолымда телефоным бар. Әділмен хабарласа алмай отырмын. Өзінен де хабар жоқ. Қоңырау шалған сайын желі сөндірулі деген суық үннен басқа ештеңе естімеймін. Ойым сансаққа жүгіріп, әлгі адамның мен туралы бәрін қайдан білгенін түсіне алмай далмын. Демек, мені сырттай бақылап жүрген. Атымды ғана емес, сүйгенімді, жүрген орнымды бәрін біліп алған. Бұл енді жай қызығушылық емес. Бұл қауіптілік. Таң атты. Бүгін администратор тағы демалыс беріпті. Әділде таң атпай телефон шалып демалыс екенін айтып қуантып тастады.
Кешке Әділ екеуміз кездесуге шығатын болдық. Сағат тілі 5-ке таяғанда жүрегімнің дүрсілі үдей түсті. Не істеймін? Барам ба? Бармасам, Әділге бірдеңе істеуі мүмкін. Ал барсам, өзімді қолына өзім ұстап беремін ғой. Осы ойлармен айналып жүріп, өз-өзіме келгенде үстімде қарапайым киім, шашымды жіберіп көше есігі алдында тұр екем. Аяқ астынан бір көлік дабылы ойнап, жүрегім зырқ ете қалды. Жан-жағыма жалтақтап қарадым. Я, анау көшенің арғы бетінде тағы да сол қара көлік тұр. Сол мезетте Әділ де келді. Мен шығып, екеуміз құшақтап, амандасып енді жүргелі жатқанда, әлгі бопсалаушының адамдары жанымызға келіп: сен екеуің ешқандай шу шығармай көлікке отырыңдар, әйтпесе қиын болады. 2 рет сөйлемейміз деді. Мен қорыққаннан жылағым келді. Бірақ жанымдағы Әділге сеніп, өзімді ұстауға тырысып, қара көлікке отырдық. Қара көлікке отырған бізді үлкен салтанатты бір кеңсеге алып келді. Алдымызға буы бұрқыраған кофе қойды. Қара былғармен қапталған креслода баяғы бастық отыр. Бізге қарап: қош келдіңдер, деді. Мен 2 рет қайталап сөйлемеймін. Өмір бойы дегеніме жетіп үйренген адаммын. Бір ғана шарт қоямын. Ол маған тесіле қарады. Сосын көзін Әділге бұрды. Сен әділ жігітсің. Мені сыйласаң, мына қыздан бас тарт. Қалаған ақшаңды ал да жоғал. Әділ орнынан атып тұрды, қызара бөртіп: мен сүйгенімді ешкімге бермеймін, деді өктем үнмен. Сол сәтте әлгінің жігіттері тап беріп, Әділдің аяғына пышақ сұғып жіберді. Барлығы көз алдымда болды. Шырқырап: тоқтаңдар, жіберші, деп айқайладым. Ал ол болса: таңда, не мені, не Әділдің өмірін. Мені таңдасаң байлық, тыныш өмір. Әділді таңдасаң, оның жүрегіне сол пышақ қадалады. Сонда өмір бойы қара жерді құшып, өкінішпен өтесің, деді. Мен үшін бұл жүректі қақ айыратын таңдау болды. Ғашығымның көз алдымда жан тапсырғанын қаламадым. Шарасыз күйде өз еркімнен тыс әлгінің тордағы құсы болуға келісімімді бердім. Әділ болса: жоқ, бұлай жасама, деп жалынды. Бірақ оның аяғынан қан сорғалап жатты. Жігіттер оны ауруханаға алып кетті. Мен жалғыз қалдым. Жылауымды тоқтата алмадым. Сол кездегі әлгі еркектің жаныма келіп, мені құшақтап: енді жылама, сен бай, бақытты өмір сүресің. Қане, көз жасыңды маған көрсетпе, деп бұйыра сөйледі. Сосын сөзін жалғап: ертең өз үйіңде боласың, біздің үйде. Әпкеңе ауылға кеттім деп айтасың. Егер осы айтқанымнан ауытқып шындықты жайсаң, әпкеңнің балаларын көзіңше өлтіремін. Бұл қалада мені бәрі сыйлайды. Бәрі маған қызмет етеді, ұқтың ба? Деді де бетімнен сүйіп орнынан тұрды. Ертеңіне әпкеме қысқа ғана хат жазып, телефонымды өшіріп, амалсыздан кеттім. Үйдің алдында қара түсті көлік дайын тұрды. Сол кеткеннен қайта оралмадым. Артымда қалған өмірім тек белгісіздік пен үнсіздікке айналды. Сол күннен бастап тура 15 жыл бойы бір бопсалаушының көңілдесі болып өмір сүрдім. Бір жол әпкеме күйеуге тидім деп жалған хабар бердім. Ол сәтте жанымда сол күйеуімнің өзі отыр еді. Сол адам әпкемнің үйіне өте қымбат алтын әшекейлерді, ал әке-шешеме 1 миллион теңге ақша жіберді. Бірақ өзіміз ешқашан барған жоқпыз. Күйеуге тидім деген тек аты ғана. Менен бірнеше жас үлкен адамның көңілдесі болдым.
бір пәтерде тұрдық. Ол қалаған кезде келеді. Өз отбасы, әйелі мен балалары бар. Ал мен тек көңілдесі сияқты өмір сүрдім. Ең ауыр сәт жүкті болған кездерім. Мүмкін менің орнымда басқа біреу болса қуанар ма еді. Бірақ жүктілігім маған қуаныш сыйламады. Ол ішімнен ұрынып бірнеше рет түсік жасатты. Соңында сол азаптың өтеуі ретінде жатырымнан айырылдым. Алайда ол бәрін ақшамен жауып, жоқ етіп тастап отырды. Маған бала керек емес, менің ұрпағымды көбейтемін деп әуре болма, деп кесіп айтатын. 15 жыл өткенде бәрі аяқталды. Әлгі күйеусымағымды біреулер өлтіріп кетіпті. Мен алғаш рет шын қуандым. Сол күні ең қымбат заттарымды жинап ауылға өз үйіме қарай құстай ұштым. Сол сәтте ғана мен алғаш рет бостандықтың не екенін сезіндім. Үйге келсем, әкем бұл дүниеде жоқ екен. Аттан құлап мерт болыпты. Білесіз бе, тағы да бір түрлі қуандым. Егер ол тірі болғанда, мені бұл үйге кіргізбес еді. Кіргізсе де алдымен жұдырығымен таяғын алып жүгірер еді. Анам ғана, ана жүрегі ғана мені күтіпті. Қу тіршілікте әбден жүдеп, жүзі солып, көзі сөнген. Құр сүлдері қалған бейне. Сіңілім есейіп, өз жолын тауыпты. Ал мен болсам, 15 жыл бойы ешкіммен хабарласпадым. Хабарласуға мүмкіндігім де болған жоқ. Өмірім темір торсыз түрме секілді өтті. Жасым 35-те болса да өзімді күттім. Салон, массаж, күтім бәрі болды. Әрине, сол кезде күзетшілермен бірге жүретін едім. Сол себепті болар, жасымнан әлде қайда жас көріндім. Бір күні қолыма қымбат смартфонымды алып, Инстаграм парақшамды ашып, алғаш қойым Әділді іздеу еді. Іздедім, таптым. Алайда ол үйленген екен. Балалары бар. Сол сәтте өзімді ұстай алмай, көз жасымды тыя алмадым. Әділ. Ол бір кездері менімен отбасын құрғысы келген жігіт. Менің сүйіктім. Мүмкін сол күні шайтан түртті ме, әйтеуір өзім бірінші болып жаздым. Ол аң-таң болды. Тірі екеніме сене алмай, сені өлген шығар деп ойладым, деді. Кездестік. Қатты бір-бірімізді сағыныппыз. Сол күні біз қайта табыстық. Әділ өзі тұратын қалада маған арнайы пәтер жалдап берді. Жақсы қызметте, айлығы да жаман емес. Бірақ мен оның ақшасы үшін емес, ішімдегі сезімім үшін ұнаттым. Ол менің алғашқы махаббатым. Оны сүйемін, шын жүректен. Әділ мені тоқалдыққа алғысы келеді. Алайда әйелі қарсы. Әйелін ұнатпаймын. Кезінде менде таңдау болмағанда, ол емес, мен болар едім оның заңды жары. Бұл әңгімені ішіме сыймай жаздым. Жазып, жеңілдегім келді. Ал құрметті тыңдарман, менің арнамдағы Айданаз Тілеуованың келесі әңгімесі өз мәресіне жетті. Әңгіме ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.